Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Жаныспаева Рахат Сериковна. Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғат және адам, лепті сөйлем. Бүгінгі сабақтан мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтауды үйренесіңдер. Өткен сабақта лепті сөйлем туралы білдіңдер. Олай болса, мен бастайын, сен жалғастыр, ойынын ойнайық. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем сөзден құралады. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Хабарлы сөйлемнен кейін нүкте қойылады. Сұраулы сөйлемнен кейін сұрақ белгісі қойылады. Лепті сөйлемнен кейін леп белгісі қойылады. Жарайсыңдар балалар, семантикалық картамен жұмыс жасайық. Сөйлемдерді түрлеріне қарай ажыратып белгілеңдер. Анам дүкенге барды. Сен нешінші сыныпта оқисың? Алақай, әжем келді. Ал қанекей балалар, тексеріп көрейік. Анам дүкенге барды. Хабарлы сөйлем. Сен нешінші сыныпта оқисың? Сұраулы сөйлем. Алақай, әжем келді. Лепті сөйлем. Сендер де дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Тапсырма. Сөйлемдерді көркемдеп жаз. Өзіңді қоршаған ортаны ластама. Суға түкірме. Ағаштың бұтақтарын сындырма. Гүлді жұлма. Көркем жазу минуты. Мына сұрақтарға дұрыс жауап беріп көріңдер. Жазған сөйлемдерінің қандай сөйлем екен? Дұрыс айтасыңдар. Лепті сөйлемдер. Осы тапсырманы орындау барысында мынадай қадамдардан өттіңдер. Тапсырма. Сурет бойынша мәтін құр. Құрған мәтінінде лепті сөйлемдер болатын болсын. Қанекей, ойланып жазайық. Жылдың қай мезгіл екен? Балалардың көңіл күйлері қандай екен? Мәтінімізді оқып көрейік. Қыз, алақай, қыс келді. Түнімен қар жауды. Шанамды аламын да, құт жолды ертіп, сырғанаймын. Биіктен сырғанап келемін. Ұшып келемін. Қандай тамаша. Жарайсыңдар балалар, сендер де осындай мәтін құрды деп ойлаймын. Осы тапсырманы орындау барысында мынандай қадамдардан өттіңдер. Тапсырма. Дұрыс құрастырылмаған мәтінді оқып, қайта құрастырып жаз. Дұрыс құрастырған мәтінді оқып көрейік. Су өмір нәрі, сусыз тіршілік жоқ. Өйткені адам, өсімдік, жануарлар барлығы сусыз тіршілік ете алмайды. Ал ендеше осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бұл мәтіннің қай түрі? Пайымдау. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Сусыз тіршілік жоқ. Мәтінге сәйкес ат қой. Су өмір нәрі. Яғни мәтіннің аты су өмір нәрі. Осы тапсырманы орындау барысында мынандай қадамдардан өттіңдер. Ал қанекей балалар, Мұзафар Әлімбаевтың «Не жомарт, кім жомарт» өлеңін оқимыз. Осы өлеңде көп нүктенің орнына сұрақ белгісі не леп белгісін қойып, дауыс интонациясына салып, өлеңді оқыңдар.
Не жомарт, кім жомарт? Не жомарт, жер жомарт, адамзатты асыраған. Не жомарт, күн жомарт, жерге нұрын шашыраған. Кім жомарт, ұстаз жомарт, бар балаға тәлім берген. Кім жомарт, батыр жомарт, халық үшін жанын берген. Сендер де сұрақ белгісі мен тыныс белгісін дұрыс қойып оқыдыңдар деп ойлаймын. Өзіндік жұмыс. Жомарт сөзін қалай түсінесіңдер? Жомарттыққа тағы кімдерді жатқызуға болады? Өз ойларыңмен, достарыңмен, сыныптастарыңмен және мұғаліммен бөлісуді ұмытпа. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтауға үйрендіңдер. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар.